Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жаннұр. Бүгінгі видеода сіздерге зебра пирогының рецептімен бөлісемін. Бұл пирог үшін бізге керек заттар: қант, қаймақ, еріген сары май, жұмыртқа, ұн, ас содасы және де какао керек болады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, ағарып, өзінің көлемін 2 есе ұлғайтқанша миксерлеп аламыз. Егер де пирогтарыңыз биік болып шыққанын қаласаңыздар, онда миксермен жасағандарыңыз дұрыс. Енді қаймақ қосамыз. Менде дүкеннің қаймағы. Миксерлеп аламыз. Осыдан кейін ерітілген сары майды қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Көп миксерлердің қажеті жоқ, маймен араласса болды. Енді біздің құрғақ ингредиенттерімізді дайындаймыз. Міндетті түрде електен өткен ұнға 1 шай қасық сода қосамыз. Кішкенеден салып миксерлейтін боламыз. Жан-жақтарындағы дұрыс араластырмай қалған жерлерін осылай лопаткамен араластырып жібереміз. Пирогтың қамыры осындай болып шығады. Енді бұл қамырды теңдей 2 бөлікке бөлуіміз қажет. Біреуіне біз какао қосатын боламыз. Мен 2 ас қасық қостым. Қамыр мен какаоны араластырамыз. Енді формамызды дайындаймыз. Мен осындай 22 сантиметрлік формада пісірдім. Сіздер 22 не болмаса 24 сантиметрде пісірсеңіздер болады. Бұндай кольцо болуы міндетті емес. Кәдімгі өздеріңіз пирог пісіретін ыдыстарға пісіре берсеңіздер болады. Сыртынан ағып кетпес үшін осылайынан қатты қылып фольганы төсейміз. Енді қамырымызды салмас бұрын жаңағы сіздің пісіретін пешіңіздің противенің астына қойып қоямыз. Себебі фольга қамырды көтере алмай қалады. Видеода көрсетілгендей әрқайсысына 2 үлкен ас қасықтан саламыз. Соңында тұз шұқығышпен осындай сызықтар қалдырамыз.